Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 9-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы и және қысқа и әріптерінің жазылуы. 34-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей киім еді ол нендей. Жұмбақтың шешуі көйлек. И және қысқа и дыбыстарын салыстырып, олардың айырмашылығын айт. И және қысқа и дыбыстарының айырмашылығы. И дауысты дыбыс. Бұл дыбыс сөздің буынының өзегі болады. Негізгі дауысты дыбыс ретінде айтылады. Мысалдар: киім, Ибрахим. Бұл сөздерде и дыбысы дауысты. Ал қысқа и жартылай дауысты. И сыңайындағы сырнай қазақшада оны көбіне и деп атайды. И дыбысы өз алдына буын теңдесі болып тұрмайды. Ол көбіне дауысты дыбыстардың алдында немесе соңында қосылып, и дыбыстың жылдам өтпенін береді. 35-ші жаттығу. Жаңылтпашты жадқа жаз. И және қысқа и әріптері бар сөздердің астын сыз. Бейсенде бар сеңсең тоң, сейсенде бар сеңсең тон, кигендері өңшең тоң. И әріптері бар сөздер бейсенде, сейсенде, кигендері. Шығармашылық үзіліс. 36-шы жаттығу. Айжанның әшекей бұйымдар салатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Оларды табуға көмектес. Ит, ине, ирек, итаяқ, иісмай, итмұрын. 37-ші жаттығу. И және қысқа и әріптері бар сөздерді қатыстырып, жағдаяттан шығып көр. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Ол: менің аяқ киімім жоғалды, ол өте қымбат тұрады. Оны әке-шешем туған күніме сыйлаған болатын. Табуға көмектесіңдерші деген мазмұнда хабарландыру жазды. Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Димаштың хабарландыруы. Бұл хабарландыруда аяқ киімнің түсі, түрі, қайда жоғалғаны жазылмаған, сондықтан адамдар оны таба алмайды. Ал дұрыс жазылған хабарландыру үлгісі: менің ақ түсті спорттық аяқ киімім жоғалды. Ол дене шынықтыру сабағында спортзалдың жуынатын бөлмесінің жанында қалған. Бұл аяқ киімді маған әке-шешем туған күнімде сыйлаған еді. Табуға көмектесіңіздер. Өте қуаныштымын. Хабарласу үшін деп номерін қалдырып. Қорытындылай келе, егер хабарландыруды дәл осылай толық мәліметпен жазса, Димаш аяқ киімін табуы оңай болатын еді. Сабақтарымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар. Келесі видеода көріскенше.